Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, пышный, өте дәмді болып шығатын синнабонны жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтімізге тұз және қопсытқышымызды салып араластырамыз. Одан соң оның үстіне кішкене қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенге дейін осы қоспаны араластырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін үстіне сұйытылған сары майымызды салып, оның үстіне жұмыртқаларымызды қосамыз. Жұмыртқаларымызды қосқаннан кейін жұмыртқамен сұйық қоспамызды бір-бірімен араластырып, жұмыртқа толық араласып кеткенге дейін араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып болған соң әдемілеп қамыр илейміз. Бұл қамыр өте жұмсақ, жағымды болып шығады. Көтерілген кезде көзіңіздің алдында көтеріледі прям. Осылай әдемілеп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бір текті күлше қылып ыдысқа салып, үстін пищевая пленкамен орап, бетін жауып жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Пока қамырымыз тұнып тұрғанда біз салмамызды дайындаймыз, яғни қантымызды, сары майымызды және де корицаны, ұнтақталған корицаны бір-бірімен араластырамыз. Егер сіз корица таппай жатсаңыз, какао қоссаңыз болады. Бірақ бұл синнабонны корицамен өте ерекше болып шығады. Салмамызды араластырып дайындап қоямыз. Бізде міне 1,5 сағат тұрғыздым мен қамырымды. 1,5 сағаттан кейін осылай әдемі болып көтерілді. Енді астына ұн сеуіп, осылай қамырды 4 бұрышқып қолмен жаймен ғана басып шығамыз. Қатты баспаңыздар. Одан соң 4 бөлігінен осылай видеодағыдай конвертик қылып ораңыздар қамырды. Осылай конвертик оралғаннан кейін оралған бетіңіз төмен қаратып, үстін оқтаумен жайып шығамыз. Яғни қамырымыз біздің 4 бұрыш болып жайылуы тиіс. Егер екі шеті менікі сияқты шығып кетіп, фигурный қамыр шығып жатса, ешқандай қорықпай, жан-жағын қолмен түзелеп жіберсеңіз болады. Биіктігі 1,5-2 сантиметрлік қамыр жайып, оның үстіне осылай дайын салмамызды салып, барлық жеріне жағып шығамыз. Бір келкі болуы тиіс. Одан соң қамырымызды жинаймыз. Қамырымыз осылай рулетик қылып айналдырып шығасыздар, орап шығасыздар, точнее. Осылай тығыздап, орап шығыңыздар, бір рулетик қылып. Полный орап болғаннан кейін, қамырдың биіктігі жаңа айттым, 1-1,5 сантиметр болса жеткілікті. Осылай жіппен, видеода көрсетілгендей қырқып шығамыз. Пышақпен кеспеңіздер, себебі пышақпен кескен кезде қамырды сіздер отырғызып тастайсыздар, басып тастайсыздар үстінен. Міне, бізде осындай әдемі ортасында салмасымен көрініс шықты. Әр қамырдың арасын 1-2 сантиметрден кесіп шықсаңыздар болады. Әрі кетсе 3 сантиметр, себебі булочкаңыз көтерілген кезде синнабоныңыз одан сайын үлкен болып кетеді. Осылай барлық қамырыңызды кесіп, бізде осындай бөлінділер шықты. 180 градуста қызып тұрған пешке жарты сағатқа пісіріп аласыздар. Одан соң енді помадкасын дайындаймыз, яғни бетіне жағатын салмамызды, оған мен қаймақты салманы қостым. Қаймақ пен сахарный пудраны араластырып қойып қоясыздар. 180 градуста пісіп шыққан синнабонымыздың үстіне помадкамызды сразу құясыздар. Ыстық синнабонның үстіне құйыңыздар, сол кезде сіңіп әдемі болып тұрады. Міне бізде осындай өте әдемі, пышный болып шығатын синнабондар дайын. Үйлеріңізде жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.